Сіздерге бір қызық әңгіме айтайын ба? Ол оқиға Түркістан жақта болған, айтпай ақ қояйын, енді кім айтқан. Мал шаруашылықпен айналысатын адамдар бір нені сатады, жас малды сатады да. Сол сиырды сатқан кезде, ол кезде былай болады екен. Сатып алған кезде таңертең мал базарына барып, жұп-жуас әдемі дейді, сүт беретін болады, осындай жас мал дейді да, сосын өскен кезде. Енді әдемі жуас екен, басына жіп байлап сатып алып үйіне алып келеді. Бір кезде екінші күні қараса, анау жуас малың не екен, өте асау, бүкілін сүзіп дейді, шардақты сындырып дейді, сөйтіп не болды дейді, масқара болды дейді. Сосын енді ойлайды, бұл не болды оған деп. Оказывается, зерттей келе қараса, сол жуас мал деп сатқан асау мал болып шыққан ғой, далада жайылып жүрген. Оны қалай жуас қылғанын айтайын ба сізге? Оказывается, сатар кезінде аузына арақ құяды екен. Соны білесіздер ме? Арақ құйған кезде анау мас болып, жұп-жуас болып қалады екен. Сол арағы тараған кезде ішінде ол сосын асау болып бәрін сүзіп, бәрін быт-шыт қылады екен. Сол сату үшін ғана істейді екен де сол нәрсені. Сол амал не? Ол адам соны білгеннен кейін ешкімге айтпай, сол жерде арағын беріп, 2 күннен кейін ба солай апарып қайтадан өткізіп жіберген ғой, тағы білмейтін адамдарға. Сонда алаяқтық қайда жатыр дейсіз, масқара, бір алдау, ақша істеу. Соған не дейсіз енді?